Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте жұмсақ булочкалардың рецептін ұсынамын. Өте оңай, қарапайым жасалынады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы булочкаларды балаларыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Бір ыдысқа сүт құямыз, оның үстінен жұмыртқа, тұз, ертілген сары май және аштығымызды саламыз. Барлығын кішкене қасықтың көмегімен араластырып, оның үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұн салғаннан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Барлық керек ингредиенттерді видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Міне қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығуы қажет. Бетін жауып көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 40 минутта осылай көтеріліп, ашып шықты. Қамырды ыдыстан аламыз, рулет тәрізді етіп, ұзынша етіп дөңгелетіп алып, бөліктерге бөлеміз. Менде 14 бөлік шықты. Осылай бөліп алғаннан кейін қолымызбен жинастырып, дөңгелек жасаймыз. Қамырымыз майлы болып шығады. Міне осылай қолымызбен жасап алғаннан кейін барлығын бір шетке қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін ешқандай да ұнды қажет етпейді. Барлығын дайындап алғаннан кейін үстіңгі жағы қаязып қалмас үшін майлы жауып қоямыз. Бір шетінен алып, қамырымызды оқтаумен жаямыз. Өте жеңіл жайылады бізде қамырымыз. Өте жұмсақ болғаннан кейін. Булочкидің арасына вареный сгущенка жақтым. Қалауларыңызша джем немесе шоколад салып жасасаңыздар болады. Яғни салмасына мен вареный сгущенка қолдандым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Қамырымызды пышақтың көмегімен осындай кескіндер жасап алып, дөңгелетіп ораймыз. Орап алғаннан кейін екі шетін қаттырақ бір-біріне біріктіріп қоямыз. Біздің салмамыз ағып кетуі мүмкін. Сіздерге тағы бір көрсетейін. Салмамызды салып, пышақтың көмегімен кескіндер жасап аламыз. Қамырымыздың екі жағын қаттырақ бір-біріне біріктіруіміз қажет. Осы жерін ұмытпаңыздар. Міне дайын. Дайындап алған булочкаларымызды табаға пергамент қағазын төсеп, барлығын қойып алып, үстінен жұмыртқаның тек қана сары уызын жағып шығамыз. Сары уызын ғана жақсаңыздар, булочкаларымызға әдемі сары түс беретін болады. «180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз». Міне достар, біздің булочкаларымыз пісіп дайын болып шықты. Достар, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, және де өз формасын ұстап, жұп-жұмсақ болып шықты. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.